Ассаляму алейкум, сіздермен Үрбіш Әмір қызы. Ауызашардың 5-ші күнінде пигоди және сорпа әзірлейтін боламыз. Бұл екі асымызды да бір мезгілде, бір мезетте манты қазанда дайындаймыз. Видеоны бастамай жатып кішкентай өтініш, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, себебі ораза күніне күнде рецептер шығарып отырамын. Пигодидің қамыры үшін жылы су, тұз және ашытқыны қосып, бірінші ерігенше араластырып аламыз. Сұйық май қосамыз. Және онды алдын ала осылай електен өткізіп алдым. Ақырындап қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырыңыз жұмсақ болу керек, кішкене қолға жабысуы мүмкін, бірақ бұл аса қорқынышты емес. Енді көтерілу үшін бетін жауып жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Капустамызды, яғни орам жапырақтың әуелі осындай қатты жерлерін барлығын кесіп алуымыз керек. Жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Үстіне тұзды қосып, жақсылап қолымызбен капустаны мышимыз. Сөлі шыққанша, суы шыққанша, көлемін 200 есеге кішіреткенше қолымызбен осылай жақсылап мыжып аламыз. Міне көрдіңіздер ме, суы қалай шығып тұр. Біздің капустамыз дайын. Енді пиязды ұсақтап турап аламыз. Кейін табамызға сұйық май қойып қыздырып аламыз. Пиязды салып 1-2 минут шамасында қуырамыз. Одан кейін ғана тартылған етті қосып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Одан кейін бетін жауып, баяу отта 15 минутта бұқтырамыз. Міне бізде дайын болды. Енді бұның үстіне орам жапырақты саламыз. Осы кезде паприка, тұз, қара бұрыш, өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Қақпағын жауып, 10-15 минутқа тағы да баяу отқа бұқтырамыз. Міне бізде дайын болды. Барлығы пісті. Енді оттан алып суытуға қоямыз. Манты қазанның су құятын астыңғы бөлігін аламыз. Оған да аздап май құйып, кішкене қыздырып аламыз. Оған осындай сүйек еттерді салыңыздар, қабырға еттер болса да содан салып, аздап туралған пияз қосып, қуырып алыңыз. Кішкене қызарғанша, пияздары кішкене қызарғанша қуырып алыңыз. Менің газымның бір көзі істейтін болғандықтан кезек-кезек істеп жатырмын. Сіздер бірденнен осы манты қазанның астыңғы бөлігін қойып, жаңағыдай қуырып бастай берсеңіздер болады. Екінші бетіне жаңағы фарштарды пісіріп аласыздар. Енді картоп, сәбіз, томатный паста немесе қызанақ қосып, тағы да қызартып, алтын түстес болғанша 3-4 минуттай қуырып алыңыз. Не бізде дайын болды. Енді үстіне көбірек су құямыз. Өйткені бізде біраз бұл қайнайды, одан кейін пигоди қойған кезде де кішкене қаттылау қайнау керек болады. Сондықтан бізге су көп керек. Қайнап шыққан соң үстіне тұз қосамыз. Тұзды азырақ қосыңыздар, себебі бұл қайнап шыққан кезде сорпа тартылады, осы кезде ащы болып қалуы мүмкін. Енді 1,5 сағатта баяу отта кішкене қақпағын сәл ашып қойыңыздар, қайнап тұра берсін. Қамырымыз көтерілді. Қараңыздар, тура нанның қамыры сияқты жұмсақ болып тұр. Енді бұны бірдей 10 бөлікке бөліп аламыз. Немесе 8 бөлікке бөліп алсаңыз болады, себебі менің жасаған салмаммен 8 пигоди шықты, қалған екеуін жай нан сияқты пісіріп алдым. Бөліп алған бөліктер кішкене осылай дөңгелек етіп зуалыларға келтіріп аламыз, жаюға ыңғайлы болу үшін. Қамырды демалдыру үшін 5-10 минутқа тындырып бетін жауып қоямыз. Алдын ала табаларды майлап алыңыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан оған ешқандай оқтау қажет емес, осылай қолдың көмегімен тез жайып ала саламыз. Сосын салмасын көбірек сала беріңіздер. Себебі бұл ашытқы қосылған қамыр болғандықтан піскен кезде 2-3 есе көлем береді. Пигодиді жалпы кішкене осылай түйеді, бірақ менің икемім онша келмейді екен.
Менде 8 дана шықты, қалған екеуін қасына енді нан болсын деп қосып қойдым қалып кетпеу үшін. Бірденнен қазанға салмаймыз, тағы 15 минутқа бетін жауып қоямыз көтерілу үшін. Сорпаның етін тексеріп алыңыз. Ет піскен болса, осылай асын күшейтеміз де үстіне бигудиларды қоямыз. Міне байқасаңыздар, жаңағыдан біраз көтерілген. Тура 25 минутта пісіп шығады. 30 минут, 40 минут қоюдың қажет жоқ. 25 минут қоясыз. Уақытты қараңыз. Не қараңыздар. Қандай әдемі болып пісіп шыққан. Міне сорпамыз да дайын. Қазір ғана алғандықтан ыстық болып тұр, кішкене қолымды күйдіріп жатыр. Негізі бұл пигудиға сәбіз салаты өте жақсы үйлеседі. Кәдімгі чимчи салаты бар ғой, сонымен көбінесе қолданады. Не салмасына қараңыздаршы. Көп салу керек деп сондықтан да айтам, егерде аз салып қойсаңыздар, арасында кішкентай ғана болып тұрады. Сорпамыз өте керемет болып шықты. Тіпті сәресіне де алып қалсаңыздар болады сорпасын өзін. Ал құрметті көрермендер, осымен біздің ас мәзіріміз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бірден 2 тағамды дайындасаңыздар, осылай уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Ал қосар пікірлеріңіз болса, төменде күтемін. Лайк басуды ұмытпаңыздар, өте қуанышты болар едім. Тағы да естеріңізге сала кетейін, 30 күн ораза біткенше күнделікті ауызашарға рецептер шығып тұрады. Сіздермен бірге болған Үрбеш Әмір. Ұстаған оразаларыңызды Алла қабыл етсін.